Кофені әлемдегі ең танымал сусын десек болады. Себебі біз жылына 500 миллиард шыны кофе ішеді екенбіз. Бұл күніне 1,37 миллиард, ал секундына 16 мың шынаяқ. Бүгінгі таңда кофе әлемде мұнайдан кейінгі сатылу бойынша екінші орындағы тауар. Енді біз кофенің көмегімен инвестициялардың жұмбақ әлеміне қалай енуге болатындығын анықтауға тырысамыз. Инвестиция ұғымы осыдан 3000 жылдан астам уақыт бұрын Вавилон кезінде пайда болды. Сол Вавилонда сағат 60 минутқа бөлініп, мұнара салынды. Осы себепті де біз қазір әртүрлі тілде сөйлейміз. Ол кездегі инвестиция кепілге қарыз берумен шектелетін. Бірақ бұл тек қарызға жер не ақша бере алатын бай адамдардың бизнесі болады. Ежелгі орта дәуірдегі қарапайым адамдарға келетін болсақ, инвестициялау туралы сөз де болмады. Өйткені олар бар тапқанын басты қажеттіліктерін алуға жұмсайтын. Орта ғасырларда инвесторлар вассалдар болды. Оларды бұл лауазымға феодалдар тағайындайтын. Вассал үшін арнайы киімдер тігілді. Вассал мен феодалдар арасындағы келісімдердің құрметіне көңілді отырыстар мен салтанатты жиындар ұйымдастырылатын. Сол кездері осындай мерекелік шерулер де инвесторларда айтарлықтай ерекше бағаланған болатын. Бүгінгі таңда инвестициялар әлемінде мұндай келісімдердің секундына 1000 жасалады. Ал бұл әлемнің өзі бізге түсініксіз, бәрі көп компьютерлері бар бөлмеде құр айқайлап отырғандай көрінеді. Қор нарықтары барлық жерде бар. Біз ол туралы жиі естиміз. Ал кинода әрине Нью-Йорк қор нарығын көреміз. Жалпы әлемдегі ең алғашқы Амстердам қор биржасы 17 ғасырда пайда болды. Ал Нью-Йоркте 1792 жылы 24 биржалық брокер өздерінің ең әдемі киімдерін киіп, Нью-Йорктегі Уолл-стритте алмұрт ағашының саясында жиналған кезде құрылды. Бұл оқиға Нью-Йорк қор биржасының құруында алғашқы қадам болды. Қазір біз вассалдар сияқты инвесторды тағайындау құрметіне ауқымды кештер өткізбейміз. Өтсе де ол туралы естіген емеспіз. Жалғыз ағаштың түбіне бастарына әдемі цилиндрін киіп, жиналғандарын да көрмегелі қай заман. Дегенмен сіз бен біздің ойымызда инвестордың қандай болатындығы туралы нақты образ бар. Бұл әрине қымбат костюмдегі шаш үлгісі мінсіз, үнемі бір сандарды ғана айтатын, сырт келбеті мен харизмасы Леонардо Ди Каприоның кейіпкеріндей. Бірақ бұл мүлдем олай емес. Рональд Рид, еден тазалаушы. Айтпақшы ол да инвестор. Биржада $8 миллион тапты. Өткен ғасырдың 50 жылдарынан бастап жанармай құюшы және еден тазалаушы болып жұмыс істеп. Рональд таңертең жұмысқа кетіп, кешке қор нарықтарындағы істерге қызығушылық танытатын. Barron's және The Wall Street Journal бизнес басылымдарын, сондай-ақ кітапханада осыған қатысты тақырыптық әдебиеттердің барлығын оқып шықты. Осылайша, ол білім жинақтап, акцияларды біртіндеп сатып ала бастады. Өмірінің соңына қарай оның портфелінде $8 миллион бағаланатын қағаз жиналды. Шведтік Кордегерманның оқиғасы осыған ұқсас. Қаңылтыр банкаларды тапсырып, жинаған ақшаны инвестиция жасаған жай ғана үйсіз адам. Ол қоқыс орындарын, металл қабылдау пункттерін аралап жүрді. Оның басқа үйсіздерден айырмашылығы Корд банкаларды ішімдік ішу үшін емес, бастапқы капитал жинау үшін тапсырды. Ол өзінің барлық білімдерін кітапханадан, швед бизнес басылымдарынан алды. Сөйтіп жүріп ол 1,4 миллион евроға дейін жинады. Яғни, инвестициялау тек таңдаулар үшін деген ойдан арылыңыз. Бүгінде арнайы киіміңізді киіп, Уолл-стритте алмұрт ағашының саясында жиналудан мүлдем қажеті жоқ. Бұл жерде сізге қажетті басты нәрсе капитал. Бөтелке жинауды кім қалайды дейсіз? Бізде олардың бағасы да Еуропадағыдай емес. Бұл мәселеде бізге бір шыны кофе көмектеседі. Сіз кофеханада өзіңізге бір стакан латте сатып алып, капиталды қайдан алу керектігі туралы жақсылап ойлана аласыз. Ал мүлде кофе сатып алмасаңыз не болмақ? Дэвид Бахтың Латте факторы кітабында Зоя туралы осындай бір қызық оқиға бар. Зоя бәріміз сияқты қарапайым ғана қыз. Ол қаптаған төлемдер, жалдамалы пәтер ақысы және студенттік қарыздар әлемінен құтылып, алға жылжығысы келеді. Комедиялық сериалдағыдай ол күн сайын ақшалай қиындықтарды шешу үшін күн сайын жұмыс істейді. Бұл жағдай тіпті Будданың да көңілін қалдыратыны анық. Осылайша, аяқ асты тура сериалдағыдай ол күнделікті таңертеңгі латтесі мен маффинін алуға келгенде бір ғажайыпқа тап болады. Бірақ ол сіз ойлағандай өзінің барлық несиесін жауып беретін бай ханзадамен кездеспейді. Зояға алжапқыш таққан қарапайым адам баристаның сөздері қатты әсер етеді. Ол айтарлықтай жақсы экономист болып шықты. Бариста оған сыпайы түрде: «Зоя,
жетістікке жетудің негізгі құпиясы бұл латте сатып алуды тоқтату дейді. Бақыт қарыздар мен несиелерде емес, жай ғана қара судың дәмінде. Латте. Бұл ұсақ түйек болып көрінгенімен жиі жасалатын күнделікті шығындарымыздың жинақтаушы образы. Дэвид Бах, егер сіз күн сайын көзге көрінбейтін ұсақ түйектер, мысалы кофеге немесе керексіз әшекейлерге ақша жұмсауды тоқтатсаңыз, уақыт өте келе бұл тиындар сізге көп ақша әкелуі мүмкін дейді. Бұл сомалар күтпеген жағдайда сізді құтқарып, қаржылық қауіпсіздік жастығы бола алады, немесе инвестициялау үшін капитал қалыптастырады. Мұның іс жүзінде қалай жұмыс жасайтынын түсіндіруде бізге желтоқсан түсіндіріп береді. Чеймс өзінің күнделікті шығындарын есептеп, күн сайын темекіге 2000 теңге жоятынын анықтады. Сосын ол не істейді? Темекіні қойып, сол жойып жүрген 2000 теңгесін депозитте сақтап отыруға шешім қабылдайды. Ақшаны көпшіліктің астында сақтау мүмкін емес. Әжелеріміз ол методиканы қауіпсіз деп айтса да, көпшілік бізге пайыз бермейді. Мысалы, Эскобарды алатын болсақ, ол бәріне мәлім себептермен ақшасын банкте сақтай алмады. Сосын ол не істейді? Қараусыз қалып қойған қоймаларға апарып, өзінің 22 миллиардын апарып сақтап қойып. Ол 22 миллиардтың 2 миллиарды, былайша айтқанда, егеу құйрықтардың кешкі асына айналып кетеді. Бұдан қандай нәтиже шығарамыз? Егер ақшаңыздың егеу құйрықтардың асына айналып кетпесін деп тілесеңіз, өз ақшаңызды депозитке сақтаған жөн. Осылайша Чеймс емес Доге күн сайын белгілі бір уақытта ескертпе қойып, өз депозитін толықтырып отыратын болды. Ең үлкен қате түсінік ол бәріміз инвестиция әлеміне кіру үшін қалтамыз ақшаға толы болу керек деп ойлаймыз. Егер де миллиондаған долларың болмаса, онда саған инвестиция жеріне армандап та керек емес сияқты. Және ол жалпы сенің әлеуметтік желінде мыңдаған оқырман болмаса, онда сен өмірде ешкім емессің деген түсінікпен бірдей. Сол үшін кішкене қате. Бұл мифті біз қазір тарқатуға тырысамыз. Қараңыз, егер де сіз депозитке кішкене ғана ақшадан салып отыратын болсаңыз, бұл инвестициялық әлемге деген сіздің бірінші қадамыңыз. Сондықтан ұсақ түйектен ғана битіп жинап отырсаңыз, бәрі дұрыс болады, сіз ойындасыз. Бұл жерде миллиондаған доллары бар гигачат болудың қажеті жоқ. Сол үшін тек қана бастап көру керек. Сондықтан бірден миллиондар туралы армандап кетпеңіз. Барынша шыншыл болайық. Жай ғана депозитке аздаған ақша салдыңыз ба, енді өзімнің жеке инвестициям бар деп есептеңіз. Бұл әрекет сізді жайлы орныңыздан тұрғызып, не болмаса бір космостық дүниелерге салым жаса демейді. Бәрі сіз ойлағаннан әлдеқайда оңайырақ. Уоррен Баффет 11 жасынан акциялармен айналысқан. Өз жинаған ақшасынан әрқайсысы $38 тұратын үшеуін сатып алды. Оның алғашқы инвестициясы Cities Service Preferred компаниясының акциялары болды. Бүгінде оның қалтасында 120 миллиард бар. Өз басым мен 11 жасында тек кәмпиттің қағаздарын ғана жинайтын. Ал енді бұл инвесторлар мұнша ақшаны қалай тапты? Олардың сиқырлы құралы қандай, соны анықтайық. Олардың тәртіптері тура монахтардыкіндей қатал. Ал шыдамдылықтарына келсек, тура бір өзінің сүйікті сериалының жаңа бөлімін күткен адамдыкіндей. Айта кетейік, шыдамдылық бұл жерде ең басты нәрсе. 2010 жылы 22 мамырда Ласло Хайниц есімді жас жігіт форумда екі үлкен пицца үшін шамамен 10 000 биткоинін сатуға дайын екендігі туралы хабарландыру жариялады. Бірақ адамдардың криптовалюта туралы білімдері аз болғандықтан олардың құны салыстырмалы түрде төмен, және де олармен ешкім келісімге келмейтін. 2010 жылдың мамырында екі пицца шамамен $40 тұрды. Ал мәміле 10 000 биткоинға жасалды. Яғни $40 10 000 биткоин. $0.04. Бұл сол кездегі бір биткоинның бағасы. Нәтижесінде 2013 жылы бұл алтын пиццаның бағасы $83 миллион асып кетті. Егер сол кезде Ласло сәл шыдамдылық танытса, қазір ол крипто инвестициялар тарихындағы ең сәтсіз жағдайға мысал болмайтын еді. Шын мәнінде инвестиция туралы оқиғалар бұл әр қадамыңды есептеп, әрқашан үнемдеу немесе әлемнің барлық рахатынан бас тарту туралы емес. Ең маңыздысы мынаны білу. Инвестиция құйып бастау үшін қомақты көлемдегі бастапқы капиталдың болуы,
көбірек төлейтін жұмыс іздеудің немесе өзімізді үнемі шектеп, үнемдеп өмір сүрудің қажеті жоқ. Егер сіз не де болса басыңызға инвестор қалпағын киіп, бұл жұмбақ әлемді зерттеуді шешсеңіз, ең әуелі инвестициялау негіздерін үйреніп бастаңыз. Freedom банктен инвесткарт картасын ашсаңыз, брокерлік шоттарға тікелей қолжетімділігіңіз пайда болады. Сондай-ақ өз қаражатыңызды тәулік бойы шешіп алып, немесе толықтыра аласыз. Зактан кеңес. Күнделікті керек емес шығындарыңыздың кем дегенде біреуінен бас тартсаңыз, сіз айтарлықтай жақсы капитал жинай аласыз. Ал ең қызығы, кейін ол сізге жұмыс істейтін болады.